Вонг Фэй Хун әкесі және отбасының қызметшісімен бірге кеденде кезекте тұр. Фэй Хун бір нәрсеге таңғалып, бұрыннан сатып алған заттар үшін неге тағы ақша төлеу керек екенін түсінбейді. Сол сәтте ағылшын консулы келіп қалады. Әкесі ұлының сұрағына әзілмен жауап тауып, егер кедендік төлем жасаған келмесе, консул болуың керек дейді. Фэй Хун қулық жасап, отбасылық қызметшіні кеден қызметкеріне итеріп жібереді. Осы сәтті пайдаланып, өздерінің женшен салынған жәшігін әлгі қызметкердің жүктерінің арасына білдіртпей қосып қояды. Сөйтіп кедендік төлемнен құтылып кетеді. Кеденнен өткен соң бәрі пойызға отырады. Жолда бір ұры Фэй Хунның әкесін тонамақ болады. Бірақ әкесі ептілігінің арқасында ұрыны құр қол қалдырады. Фэй Хун қылмыскердің соңынан бірден қуып кетпек болғанда, әкесі оны тоқтатып қалады. Ол ұлына жауын жеңуден бұрын кешіре білудің маңыздырақ екенін еске салады. Жол барысында қызметші екеуі маңызды нәрсені ұмытып кеткендерін байқайды. Кеден қызметкеріне жасырын қалдырып кеткен женшен сол күйі бірінші классты вагонда кетіп бара жатқан еді. Бірақ бірінші классты вагонға қарапайым жолаушыларды кіргізбейтін. Сондықтан олар айла ойлап табады. Көрші вагондағы тауықтар мен қаздарды босатып жіберіп, пойыз ішінде әдейі абыр-сабыр туғызады. Осы мүмкіндікті пайдаланып қажетті вагонға өтіп кетеді. Фэй Хун жәшігін іздеп жүргенде белгісіз бір адаммен кездеседі. Әлгі адамға да дәл сол жәшік керек болып шығады. Фэй Хун оны ұры деп ойлап, соңынан қуа жөнеледі. Бейтаныс адам ештеңе түсіндірместен оған шабуыл жасап, үнемі сатқын деп айғайды. Кейін белгілі болғандай, ол Фэй Хунды басқа біреумен шатастырып алған екен. Қысқа шайқастан кейін әлгі адам қашып кетеді. Фэй Хун оны қайта тауып алады. Артынан тұтқиылдан шабуыл жасауға мүмкіндігі болса да, оның ар-намысы бұған жол бермейді. Ол қылышын қынабына салып, жекпе-жекті адал жұдырықтасумен жалғастырады. Екеуі ұзақ уақыт тең дәрежеде шайқасады. Фэй Хун өзінің атақты мас жұдырық техникасын қолданғанымен жеңіске жете алмайды. Бейтаныс қарсыласы оның шеберлігін мойындап, құрмет білдіреді. Бірақ дәл сол кезде пойыз жүріп кетеді. Фэй Хун соңынан жүгіріп барып, әрең дегенде қайта мініп үлгереді. Ал белгісіз адам ұрланған жәшікті ашқанда, оның ішінде император мөр емес, кәдімгі женшен жатқан көреді. Сонда Фэй Хунның қолындағы жәшікте не бар еді? Өз орнына келген Фэй Хун ұйықтап кетеді. Осы кезде пойызда ұрлыққа байланысты тексеріс басталады. Полицейлер әр жолаушының жүгін қарап шығады. Кезек Фэй Хунға жеткенде, ол барлық жәшіктерін ашады. Бірақ женшен болуы тиіс жәшікті ашқан сәтте өзі де шошып кетеді. Ішінде мүлде басқа зат жатқан еді. Полицей дәл сол жәшікті толық ашуды талап ете бергенде, қасында отырған бір адам араласады. Ол өзінің арнайы куәлігін көрсетіп, қарсы барлау қызметінің қызметкері екенін дәлелдейді. Полицей кешірім сұрап, ештеңені тексерместен кетіп қалады. Ал ағылшын консулы қатты ашуға булығып жатыр. Ол барлық қызметкерлерін сапқа тұрғызып, жоғалған заттың қаншалықты маңызды екенін түсіндіреді. Фэй Хунның жәшігінде Қытай императорының нефриттен жасалған қасиетті мөр жатқан екен. Бұл Қытай тарихындағы ең бағалы жәдігердің бірі болатын. Егер ол Лондон мұражайына жеткізілсе, мұражай әлемдегі ең әйгілі орынға айналар еді. Сондықтан консул мөрді қалай болғанда да тез арада қайтаруды бұйырады. Осы уақытта Вонгтың үйінде Фэй Хунның өгей шешесі құрбыларымен бірге маджонг ойнап көңіл көтеріп отыр еді. Кенет есі қағылады. Әйелдер ойынның іздерін тез жасырып, өздерінің ештеңе болмағандай ауру адам кейпіне келтіреді. Көп ұзамай Чанг есімді адам алдын ала тапсырыс берген женшенді алуға келеді. Фэй Хун қатты сасады. Себебі нағыз женшен әлдеқашан жоғалып кеткен болатын. Өгей шешесі оны құтқармақ болып үлкен шалқан әкеледі. Бірақ әкесі оның женшен емес екенін бірден байқап қояды. Сонда Фэй Хун үйдегі бөлме гүлінің тамырын қазып алып, женшеннің орнына соны ұстатып салады. Ал өгей шешесі әкесінің назарын басқа жаққа аударып үлгереді. Бұл жолы жолдары болып кетеді. Ал басқа жақта ағылшын консульты зауыт жұмысшыларын тегін артық жұмыс істеуге мәжбүрлей бастайды. Ол жаңа басшы тағайындап, бәрін күшпен жұмысқа шығармақ болады. Жұмысшылар бұған қарсы шығып, бүлік басталады. Консулдың адамдары оларды аяусыз ұрып соғып, бәрібір тегін еңбек етуге мәжбүрлейді. Консул елшілігінің қасында Вонгтың жекпе-жек мектебі орналасқан еді. Шәкірттердің күнделікті жаттығулары консулдың тыныштығын бұзады. Оның үстінде Вонг өз жерін сатудан үзілді-кесілді бастырды. Ашуланған консул адамдарын жіберіп, оны күштеп қуып шығаруды бұйырады. Базарда Цанг есімді жігіт Фун атты қызбен танысып, көңілін аулауға тырысады. Ол қызға өзін қорғай алатын кунг-фуды жетік меңгерген жігіт керек деп ойлайды. Бірақ Фунға дәл керісінше мас жұдырық стилі ұнайтын. Цанг бұл стильді жек көретін. Осы кезде базарға Фэй Хун келеді. Фун оны бірден ұнатып қалып, бірнеше әдіс көрсетуді өтінеді. Мұны көрген Цанг қызғаныштан булығып, Фэй Хунның алдында мас жұдырық стилін мазақтай бастайды. Фэй Хун арандатуға ермей жанжал шығарғысы келмейді. Бірақ Цанг қайта тиісіп, ақыры жекпе-жекке шақырады. Фэй Хун базарда адамдар көп екенін
біреуге зиян келуі мүмкін екенін айтып бас тартады. Сонда Цанг бүкіл базарға айғайлап Фэйхунды қорқақ етіп көрсетуге тырысады. Намысын таптатқысы келмеген Фэйхун ақыры жекпе-жекке келіседі. Шайқас барысында жеңіс Фэйхунға жақындай бастаған кезде өгей шешесі оны үйге шақырып жібереді. Осылайша жекпе-жек аяқталмай қалады. Үйіне қайтып келе жатқанда Фэйхунның консулдың адамдарымен жолығып қалады. Олар оны бірден танып, соңынан ади бастайды. Фэйхун өгей шешесімен бірге үйге қайтып келе жатқанда, консулдың адамдарының бірі оның құрбысының сөмкесін жұлып алып қашады. Фэйхун ұрына әп-сәтте қуып жетіп, сөмкені қайтарып алады. Бірақ осы кезде консулдың бүкіл тобы жетіп келеді. Олар ауыр сөздер айтып, әдейі араңдатып, Фэйхун мен өгей шешесін төбелеске итермелейді. Енді атақты мас жұдырық стилін қолданатын кез келген еді. Фэйхун қарсыластарын ерекше шеберлікпен бірінен соң бірін жер жастандырады. Ал өгей шешесі оған қайта-қайта шарап құйылған бөтелкелерді лақтырып береді. Ішімдік ішкен сайын Фэйхунның техникасы күшейіп, қарсыластарына төтеп беру тіпті мүмкін болмай қалады. Бірақ дәл осы сәтте Фэйхунның әкесі келіп қалады. Ұлының қайтадан мас жұдырық әдісін қолданғанын көрген ол қатты ашуланады. Себебі бұған дейін оған бұл тәсілді пайдалануға қатаң тыйым салған болатын. Үйге оралған соң Женшин туралы бүкіл шындық ашылады. Фэйхун берген жалған тамырдан дайындалған дәріні ішкен адам өлім аузынан әрең қалған екен. Мұны естіген әкесі қатты ашуланып, ұлын үйден қуып шығады, әрі мұрагерліктен айырады. Көңілі қалған Фэйхун шарапханаға барып ішімдікке салынады. Көп ұзамай аяғында әрең тұратын күйге жетеді. Дәл сол жерде ағылшын консулының адамдары пайда болады. Осы кезде Цанг өтіп бара жатып Фэйхунды қорғауға тырысады. Бірақ жалғыз өзі бүкіл топқа қарсы тұра алмай, аяусыз соққыға жығылады. Консулдың адамдары Фэйхунды сүйреп әкетіп, бүкіл қаланың алдында масқаралау үшін биік жерге асып қояды. Мұны көрген әкесі үнсіз барып, ұлын үйіне алып қайтады. Келесі күні Фэйхун қатты күйзеліске түседі. Оның тек денесі ғана емес, абыройы да тапталған еді. Көз жасын тыя алмай, әкесінің алдында барып кешірім сұрайды. Енді ешқашан ішімдік ішпейтінін айтып ант береді. Әкесі ақыры оны кешіреді. Осы кезде пойызда кездескен бейтаныс жауынгер Фэйхунның үйіне келеді. Өгей шешесі оны бірден жау санап шабуыл жасайды. Бірақ әкесі араласып, бәрін сабырға шақырады. Белгісіз адамның есімі Фу Манчжу екені белгілі болады. Ол жоғары марапаттарға ие болған әскери қолбасшы. Өгей шешесі оның сөзіне сенбейді. Фу Манчжу императордың нефрит мөрін ағылшындардан қорғауға тырысып жүрген айтады. Егер бұл қасиетті жәдігер шетелге кетсе, болашақ ұрпақ өз елінің тарихын Англиядан барып оқуға мәжбүр болады дейді. Әңгіме қызып жатқанда отырған шайхананың кенеттен босап қалған бәрі байқайды. Бұл алдын ала ұйымдастырылған тұзақ еді. Келесі сәтте ғимаратқа қаруланған адамдар лап қояды. Фу Манчжу мен Фэйхун иық тірестіріп шайқасады. Жау бірінен кейін бірі тоқтаусыз келе береді. Ақыры олардың бірі Фу Манчжуды балтамен арқасынан ауыр жаралайды. Екеуі қашуға тырысқанымен консулдың адамдары Фу Манчжуды атып өлтіріп, қасиетті нефрит мөрін тартып алады. Фэйхун сол жерде кек алуға ант береді. Кейін Фэйхун оның серігі Сун әскердің киімін киіп, консулдың елшілігіне жасын кіреді. Бірақ бұл да жаудың алдын ала дайындалған тұзағы болып шығады. Екеуі қолға түсіп суретке түсіріледі. Енді консул оларды қалаған айыппен соттай алады. Осы жағдайды пайдаланып, Фэйхунның әкесінің жерін арзан бағаға сатуға мәжбүрлейді. Келесі күні Вонг әулетінің жері консулдың қолына өтеді. Соған қарамастан әкесі үмітін үзбейді. Жерден айырылса да, ең бастысы ұлының аман қалғаны қуанады. Ал консул зауыттағы барлық жұмысшыларды жұмыстан шығаруға бұйырады. Халық тығырыққа тіреледі. Бірақ Фэйхун әкесіне енді ешқандай іске араласпауға уәде берген болатын. Алайда зауыт жұмысшылары шындықты өз көздерімен көру үшін ішке кіреді. Сонда ағылшындардың Қытайдың тарихи жәдігерін ұрлап жатқанын анықтайды. Олар бұл туралы сыртқа хабарламақ болғанда, консулдың адамдары ұстап алады. Қатты төбелес басталады. Бір жұмысшы ғана қашып шығып Фэйхунға хабар береді. Дәл сол күні әкесі іссапарға кетіп бара жатқан еді. Біраз ойланып тұрғаннан кейін Фэйхун халыққа көмектесуге бел буады. Өгей шешесі де оны толық қолдайды. Тіпті өзі де бірге барғысы келеді. Бірақ аяғы ауыр болғандықтан үйде қалуға мәжбүр болады. Зауыт ішінде нағыз көтеріліс басталады. Ағылшын әскерінде көтерілісшілерге қайта-қайта оқ жаудырады. Ал жұмысшылар қолдарына түскен барлық қаруды сындырып, қарсыластарын да аяуға тырысады. Фэйхун әкесіне берген уәдесін есіне алады. Бірақ ар-ұжданы тыныш отырғызбайды. Зауыт аумағын темір шынжыр ұстаған өте қауіпті жауынгер күзетіп тұрған еді. Оның бірнеше соққысының өзі кез келген адамды жер жастандыра алатын. Бірақ Фэйхун да осал емес еді. Ұзақ әрі ауыр шайқастан кейін ол қарсыласын жеңіп шығады. Көтерілісшілердің бірі әлгі күзетшіні өлтірмек болғанда, Фэйхун оның өмірін сақтап қалады. Артынша ол зауыттың ішіне қарай өтеді. Ол жерде консулдың адамдары тағы күтіп тұрған еді. Фэйхун оларды ақылға шақырып, бәрінің бір халықты баласы екенін еске салады. Неліктен өз елінің қазынасын шетелдіктерге сатып жүргендерін сұрайды. Бірақ оның сөздері ешкімнің жүрегіне жетпейді. Олардың бар ойлағаны ақша болатын. Тағы да әділетсіз тәсілдерге көшкен қарсыластары бірігіп Фэйхунға шабуыл жасайды. Бірақ бұл жолы керісінше Фэйхун өртке оранған қарсыластарын құтқарып қалады.
Ақырында консулдың ең мықты жауынгері майданға шығады. Бұл Фэй Хунның өміріндегі ең ауыр жекпе-жек еді. Өйткені ол енді ішімдік ішпейтін. Сондықтан мас жұдырық техникасының толық күшін пайдалана алмайды. Консулдың адамдары тағы да арам айлаға көшіп, Фэй Хунды жанып жатқан көмірдің үстіне лақтырып жібереді. Бүкіл денесі күйіп жараланып, әбден әлсіреген Фэй Хунның күші сарқыла бастайды. Дәл сол сәтте жанынан шарап тауып алады. Ол аздап ішкеннен кейін аты аңызға айналған мас жұдырық техникасының нағыз құдіреті ашылады. Фэй Хун бұрынғыдан да жылдам әрі қауіпті болып, қарсыластарының барлығын бірінен соң бірін жегеді. Шайқас аяқталғанда ол расында да әбден мас болып кеткен еді. Кейін губернатор Вонг әулетіне алғысын білдіреді, бірақ басты қаһарманның қайда екенін сұрайды. Сонда ата-анасы күлімсіреп, осындай ерекше техниканың өзіндік құны деп жауап береді.